өсек айтуға бола ма? Бірде Мұхаммед пайғамбар өз сахабаларына былай дейді: өсек айту ғайбат, бұл зинадан да ауыр күнә дейді. Сахабалар таңғалып: уа Тәңірдің елшісі, өсек зинадан қалайша ауыр болады деп сұрайды. Зина жасаған адам өз ісін күнә деп біледі. Шын тәубе қылып өкінсе, Тәңірі кешеді. Өсекші өз ісін күнә деп ойламайды. Екі адамды шағыстырып, бүлікке жол ашады. Бәлесінен қаншама жан азап тартып, қиянат көреді. Өсектің зинадан ауыр болатын себебі осы, депті. Мұсылмандар арасында өсек айтуға тыйым осылай шыққан екен. Қазақ арасында да осыған байланысты ердің ғайбатын айтпа, қайратын айт деген сөз тараған екен.